Ассалаумағалейкум жігіттер, достар. Қалайсыздар, амансыздар ма, жақсыздар ма? Так, мынау дейтін біздің ауылдың іргесінде су мынау жайықтан бөлініп отдельно шығатын Черепашня деген бір шағын канал сияқты өзек болатын тұғын. Анау жақтан шығады, осы жермен айналып ары қарай нетіп барып, ар жағында жайылмаға жайып кететін. Мен енді ес білгелі мына осы өзектің шағын Қарасудың жайылманың мынандай болып шыққан бірінші рет көруім. Су қатты келіп жатыр. Соңғы осы 4-5 күндікте кәдімгідей бөлек. Ағысын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Су күннен күнге келіп жатыр. Мына жерге келіп белгі орнатып кеткен. Әуесті мен видео түсірген кезде салғамын, ана жерлердің барлығын көріп тұрсыздар, топырақтарды экскаватормен қазып бері қарай су шығаруға жұмыстанған. Сол жердегі экскаватор қазған жерлердің барлығынан асып мынандай болып жайылып шығып кетті. Мынау Индер, Атырау облысы Индер ауданы Еспол селосы. Өткендегі видеоларда салғаным, мынау ауылдың іргесіндегі бал. Бұның барлығына жақсылап көтерді. Ауыл азаматтары жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, ал осындай жағдай болып жатыр. Мен ес білгелі жайықтың мынандай болып көтеріліп, бері қарай мынандай деңгейде су шыққан алғаш рет көруім. Хайыр дейміз. Осындай жағдай. Мына теректерді бұрын соңды мынандай болып вообще су баспайтын. Мына теректердің ар жағы жайықтың арнасы. Мына теректер мына жерде суда қалып қойды. Бұл жердің енді тереңдігі көп емес. Шауып шыққанда бір 40 см, 50 см шығар. Бірақ ана жерден су шыққаннан кейін бері қарай құйылып осындай болып қалған. Айналаға бір шолып жасайыншы деп шыққам. Қазір тағы да видеолар түсіретін болам ана арғы бастынан. Ал су шығып келе жатыр. Бұйырғанын көреміз, елмен біргеміз. Міне мына жерге дейін келген. Мына жерден топырақ алған карьер. Мынау ауылдың іргесі. Мынау ауылдың оңбаған адамдарының жасап жүргені. Енді ешкім алыстан келмейді. Осы маңдағы жақын жердегі адамдар ғой, жаяу келіп лақтырып кетеді. Бүкіл мусордың барлығы осы жерде. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Табиғатты өз қолымызбен бүлдіреміз. Оңбаған адамдар. Осындай жағдай, бұл мусордың барлығы көтеріліп, ертең жан жаққа шығады. Құйып жатырған жерін көрсетейін сіздерге. Қалай құйып жатыр, көрдіңіздер ме? Так, мынау лесхоз мекемесінің сыртында жазу тұр, қайығы. Көрдіңіздер, жайықтың арнасы анау жақта. Бірақ бермен қарай сүйреп әкетіп тастаған. Су сонда өте көп көлемде шығып жатыр деген сөз, жігіттер. Ал не болса да сақ болуымыз керек. Адамдардың барлығы балдың үстінен қызықтап жүр. Мына жерлерге мен ес білгелі вообще су келгенін көрмеппін, шынымды айтайын. Жайықтың арнасы анау.
Ал жігіттер, бізде шағын сарқырама пайда болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мен ес білгелі мынандай көп суды, мынандай болып аққан алғаш рет көруім. Қалай ағылып жатыр? Мына төртеуі іздеп шыққан саяқтарым ет мына жағында жүр. Судың артында қалып қоймасын тек. Жағдай осы. Қайыр дейік. Ар жағынан да су алып келе жатыр.